топты тек қана топқа бөлуден басталды, сол өзіміздің құжаттарымызды алдық. Былайша айтқанда бұлай болды, өзіңіздер естіп отырсыздар, үш топқа бөлінді. Маған қиын болғаны себебі мен қай топта боламын деп ойладым өзімше. Өзіңіз білесіздер, экономикалық ол менің тобым емес деп санаймын, әлеуметтікті де, сол үшін мен негізінде әлеуметтік топқа кіру керек едім. Себебі негізінде былайша айтқанда заң ол барлық топта да болу керек қой, юристер, мысалы, заңгерлер. Сол үшін оны бөлу өте қиын болды, мен түсінемін. Бірақ мен өзімнің ойымша мен саясат топта болу керекпін деп санаймын. Себебі көп осы біздің болып жатқан саясаттар, біздің осы болып жатқан жағдайдың бәрі неден басталады? Ол заңнан басталып жатыр. Сол үшін мен айттым, мен сол саяси топқа кіремін дедім. Ешкім ешқандай қарсылық білдірген жоқ, сол үшін мен сол топқа кірдім. Біздің топта, шынымды айтсам, көбінесе политологтар, көбі практика еместер де бар арасында, практикасы жоқ. Нақты елмен жұмыс істемейтіндерді де, кісілерді де көрдік біз. Шынын айту керек, өкпілмейтін шығар, енді шындық айтқан үшін. Сол үшін біздің ойымша бұл жерде өте маңызды мәселелер көтерілу керек. Жаңа Арман Шураев айтқандай, жаңағы нақты заңдар, жер заңынан салда кейін көтерілу керек ол, бірақ жерде жаңағы әлеуметтік топтарда көтеріп жатыр. Жаңағы сайлау туралы заңдар, сот туралы, сот жүйесі туралы заңдар, солай деп санаймыз. Енді қалай жұмыс істейтінімізді енді көре жатармыз, қалай болатынын, бірақ қазір ешқандай кемшіліктерді көріп отқан жоқпын. Здравствуйте всем. Я хочу сказать вот что. Значит, было распределение, там разделение нас на 3 группы, как мы уже говорили, да, политические, экономические и социальные. В принципе, я попала почему-то в социальный, но я считаю, что в принципе можно было юристам быть в любой группе, потому что они нужны в любой группе. Это очень сложно распределить, я это понимаю. Но я пожелала быть в политической группе. Почему я политическую группу пожелала? Потому что я считаю, что все строится на этих законах, и когда существует закон, все остальное уже будет молчать. То есть не должно быть узаконено какие-то неправильные действия, неправомерные действия, да? И мы не должны прикрываться законом. Мы знаем, что предстоит большая работа. Эта работа будет, скорее всего, связана с основным, о чем мы обсуждали в своей группе, да? Закон о выборах, закон о СМИ, закон о общественных объединениях, закон о свободе собрания. И я еще предлагаю закон о судебной системе, статусе судебных исполнителей, потому что там тоже есть много вопросов и много проблем. Hi everyone, today we were in a national council meet. All members are divided into 3 groups, and the social, economical and political groups. I choose political groups because I think political groups, for me as a lawyer, it is more important because of, today's process in Kazakhstan, especially about law of elections, law about meetings, and law about mass media.